Егер де сіз үшін бақыт пен байлық ақшаға кеп тірелсе, материалдық құндылықты сіз өзіңіздің байлығыңыз ретінде санасаңыз, бұл видеоны соңына дейін көріңіз. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бека Төлеу YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақытты жоғалтпайық, бастайық. Қарапайымдылық адам бойынан табылатын ең ізгі қасиеттердің бірі. Тәкаппарлықтың антонимі. Ал қарапайым өмір деген менің түсінігімше, ол қолыңдағы барыңа, қазіргі жағдайыңа қанағаттану болып табылады. Түрлі сериалдар мен фильмдер, әлеуметтік желілер, әсіресе Instagram, адамның өміріне орны толмас зиян келтіріп жатыр. Ондағы қымбат өмір көрінісі, бәрінде қымбат техника, қымбат машина, қымбат үй, қымбат киім, жалпы былайша айтқанда, успехтің бейнесі адамның психикасына жаман әсер етіп, соның салдарынан адамның шынайы өмірдегі мінез құлқы өзгереді. Қабылдайтын және қабылдаған шешімдеріне қанағаттанбай, адамның көңіл күйі жоқ, өмірге деген ынтасы түсіп, жалпы қызығушылығы өте төмен деңгейде болады. Мынадай бір қызықты деректі айтып өтейін. Дидро эффектісі деп аталады. Дидроның әңгімесі жаңа материалдық игіліктерді алу ерекше оқиғаға айналмауы керек дегенін айтады. Өйткені әрбір жаңа сатып алу, яғни покупка, тұтыну спиралін айналдырады. Ал тұтыну деген бұл әртүрлі акцияларды ойлап табатын және жоспардан тыс сатып алу жасау үшін дүкен сөрелерінде тұрған өнімдерді реттейтін маркетологтардың тамаша ойнайтын әлеуметтік ойындарының бірі. Жалпы бұның барлығына себепкер адамның ойына жазылған жалған құндылықтар болып табылады. Қазіргі әлемде әрбір екінші адам сізге белгілі бір өмір салтын таңып, былайша айтқанда, навязать етіп, сіздің санаңызға табысты адам бейнесін қалыптастыратын негізгі критерийді материалдық құндылықтарға ие болу болатынын айтады. Бұл жол өте оңай жол. Бірақ түзу емес. Шынайы идеалдардан айырылып, сіз үшін ең жоғары құндылық емес нәрсені азайтуға кірісіңіз. Бұл жалпы адам өміріндегі тұтынушылықтың басты қаупі болады. Біз шынайы тілектерді жалғанға ауыстырғымыз келеді, және оларды сатып алумен қанағаттандырамыз. Уақытыңызды бөліп, сіз үшін не маңызды екенін ойланыңыз. Бұл iPhone-ның басқа моделі ме, әлде бақытты отбасын құру ма? Камри 75 пе, әлде ата-анаңа қамқорлық жасау ма? Жалпы қарапайым өмір сүру ол қалыпты жағдай. Сіз өзіңіздің қазіргі жағдайыңызға қанағаттану керексіздер. Өйткені жалпы өмір бойы материалдық құндылыққа ие болам деп, адамдар көбіне өзінің бойындағы адамгершілік қасиетін жоғалта бастайды. Орыс халқының бір сөзі бар ғой: если хочешь узнать человека, то дай ему власть и деньги, дейді. Яғни адам қолында ақшасы, билігі бола тұра, мінез құлқы оның жаман жаққа өзгереді. Сол себепті менің сіздерге айтарым, жалпы осы видео тақырыбы бойынша менің түйген ойым, ақша, мансап қумай, барлығын шамалы деңгейде жасап, өзіңіздің жақсы көретін ісіңізді тауып, былайша айтқанда, материалдық құндылық пен рухани байлықтың арасындағы балансты сақтауға ұмтылыңыз. Сонымен достар, бүгінгі видео осымен тәмам. Оны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер, лайк басыңыздар, астыға комментарийге видео тақырыбы бойынша өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Бұл видеоны поделиться кнопкасы арқылы барлық WhatsApp группаларға, Instagram парақшаларға таратыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.